Папа, мама, танысыңыздар Анел, сіздердің болашақ келіндеріңіз, үйреншіп көреміз, әрине сіздердің рұқсаттарыңыздан кейін. Ей, мынау рұқсат дастарханға қол салып отырға, алып кет мынауыңды. Я, алып кет. Папа, танымадыңыз ба? Бастықтың қызы ғой. О, Анелия сен ба? Ма, ала қой, ала қой. Екінші рет қайталанбайды. Әй, не болды? Генерал көргенде болдың ғой. Генералдан да жаман. Әй, әкесі, жаңа ғана әңгімеңді бастап келе жатқан ең. Не дейсің енді? Рұқсатын бердім. О, сізге премия. Онда тағы да бердім. Тағы премия. Тағы бердім. Тағы айтсаңыз, выговор аласыз. Әй қыз, сен неге менің балама тұрмысқа шыққың келіп жүр? Ну, подругаларымның бәріне күйеулері бар. Ішім пісіп кетті менде. Ішің пісса не, менің балам саған аттракцион ба? Еще күйеулері ресторанға, клубқа барып апарып келеді. Я тоже так хочу. Күйеулері апарып келсең не, менің балам саған развозка ма? Екі балам қиналдырмай үйлендіре салайық. Қиналып отқан түгі де жоқ, менің балама прикол ұстап отыр ғой. Мен жұмыстан қиналдырып жүреді ғой. Ештеңке етпейді. Мына баланы туған кезде мен де қиналғам, сен де балаң үшін береді. Қиналып көрсейші. Әй қыз, сен өз пол жуа аласың ба? Ну, әкем бастық болмай жатыр, бір-екі рет жуам. Фу, ужас. Тамақ істей аласың ба? Мен істей салам. Кірді қолмен жуа аласың ба? Мен жуа салам. Может, баланы да сен туа салатын шығар? Туа салам, егер көтер алсам. Қымбаттым, мен білем ғой сен бәрін істей алатынды. Бірақ көрейік та мына келін не істей алатынын.